Мақсұт Нәрікбаев Әділет партиясы төрағалығынан кетті. Мұндай шешімді Демократиялық партияның көшбасшысы бүгін Астанада ұйым белсенділерінің кезекті отырысында мәлім етті. Партиядағы үзеңгілестері басшыларының бұл ойына қосылып келісім берді. Ал әзірге партия төрағасының міндетін атқару Әділеттің негізін қалаушылардың бірі төрағаның бірінші орынбасары болған Төлеген Сыдықовқа жүктелді. Әрі қарай кімнің көшбасшысы болатыны партияның қазан айында өтетін 3-ші кезекті съезінде шешіледі. 72 жасқа келген сақа саясаткер Мақсұт Нәрікбаев басшылықтан кеткендігін былай түсіндірді. Оның ойынша партия басшылығына озық ойлы жастарды тарту керек. Ал өзі енді отандық жоғарғы оқу орындарын дамытуға күш жұмсайтынын және кітап жазуға кірісетіндігін айтты. Дегенмен партия құрамында қала бермек. Біз енді осы саяси мәдениетімізді көтеру мақсатында мен бүгінгі кетіп отырған негізгі сол мақсат. Саяси мәдениетті көтергенде халық, қоғам партияның басшысына емес, партияның тұғырнамасына, партияның саяси бағдарламасына негіздеу керек өзінің болашақ шешімі.